біздің жасымызға келіңдер. Біз сияқты соңыра біз кеткенде сендер де осындай тойға келіңдер. Тойға шақырмаса үлкендер жетім. Тойға келмесе ел жетім болмас. Үлкендер арқашында жастардың арасында болдыңдар. Рахмет сіздерге. Тойларың той боласа берсін. Ауылымыздың құрылғанына 80 жыл толуына байланысты өткізіліп отырған алғашқы үлкен тойы. Тойдың болғаннан болатысы қызық дегендей, қалай өткіземіз деп күндіз күлкі, түнде ұйқыдан қалып, тынымсыз еңбек еткен ауыл әкімшілігіне осы тойды ұйымдастыру алқасымен қаладағы ауылдағы жастарымызға мыңда бір рахмет айтқым келеді. Ауыл шетіндегі зираттарда тыным тауып жатқан аталарымыз, әкелеріміз, ағаларымыз, аналарымыз кешегі колхоз құрылысының бар бейнетін бастан кешіріп, бұл жалғаннан қызық та көрмей, момақан қалпында өмірден өткен ардақтыларымызға салауат айтып еске алудамыз. Біз қашаннан бері жинастырып жазып отыруға еріншек халықтың біріміз. Баяндамада аттар аталмай, еңбектері еленбей қалған жерлестеріміз болса реніш болмасын. Ұстаздарымыз Тойшыбаев Мәжи, Қожахметов, Мұхамеджан, Есіркев, Тажин, Искакова Рабиға, Садуақасов Ошақбай, Таифов Ғабдолла марқұмдардың үйреткен тәрбиелері әлі де ұмытылмайды. 40 жыл білім ошағы болған ескі мектебіміздің алғашқы іске қосылу жылдары жылу жүйесіндегі кемшіліктері мен жөндеу жұмыстарын жүргізген мектеп директоры болған сол кезде кеше ғана дүниеден өткен марқұм Айып Қасымовты атап өткім келеді. Арқанша келгенше аңылдап өлең айтушы еді. Өлең айтатын, бірақ не айтқаны есімде жоқ, баламын ғой дейді. Осы тойдың құрметті қонақтары болып отырған азаматтарға алғысымызды айтуға рұқсат етіңіздер. Солардың бірі Сүйіндіков Жұматай Отарбайұлы. Жақсының жақсылығын айт, нұртасысын деген біздің ауылымызда 2 жыл студенттердің мехатариатын басқарып келіп, марқұм Дошаев тілектестің 2-ші бригадасында комбайнда егін орағына қатысып, ерен еңбек істеді. Сонау 90-шы жылдары қиыншылық кездері азаматшаларымыз алаға барқалап, азаматтарымыз не істерін білмей жерге қарап қалған кезде өз жұмыс істейтін кәсіпорын жерге жұмысқа алып, бүкіл қорғалжындықты жұмысқа алып десе артық болмай шығар деп есептеймін. Сол сияқты ауылда қызмет істеген Жамбауыл Боран, қалада жұмыс істеп барған жерлестерімізді өзі қызмет ететін фирмаға жұмысқа орналасып, жатақханаға орналасқандарын көзіміз көрді. Ауылдағы инвесторларды айтпай кетуге болмайды. Атап айтқанда, Аққұлын фирмасы жаңа мектебіміздің кабинеттерін жабдықтауға мол қаражат бөліп, қыс айлары жол ашуға, тағы басқа шаруаға көмек қолын созды. Фирма басшылығына рахметімізді айтамыз. Жаңа мектептің құрылысының аяқталуына көп жүгіріп еңбек еткен бұрынғы мектеп директоры Ералин Мақсұт, сізге де алғысымыз зор. Іргеміздегі Абай аң шаруашылығы алғысымыз шексіз. Ауылымыздың 15 семьясы тұрақты түрде жұмыс істеп, жанұяларын асырап отыр. Фирма басшылығымен тікелей байланыстырып отырған жерлесіміз Рақымжанов Әлімжан, саған да көп сенің де еңбегіңді атап өтпеуге болмайды. Орталығы спорт шараларын өткізуге әрқашан атсалысып тұрады. Ауыл десе елеңдеп тұратын азаматтарымыз баршылық. Астана орталығында үлкен бір мектептің директоры бірнеше жылдар жұмыс істеп қызмет еткен жатқан Андрасилов Қазбегінімізге, Жүнісов Мегінлерімізге, Бекенов Сағдат, Карибнов Фазыл есімді азаматтарымыз еңбегіміз бар. Ауыл ішінде салауатты өмір салтын спортпен шұғылдануды тынымсыз насихаттап келе жатқан, үлгі болып келе жатқан Ақанов Сергейді атап өткім келеді. Ауылдарыңда кімдерің бар дегенде сендердің аттары есімдеріңізді атап мақтанамыз жігіттер. Әрқашан ел алғысына бөлініңдер. Құрметті жерлестер, бір хабарландыру жасап өтейік. Күрес болатын жерде аударыспаққа теңге алуға жазылмаған адамдар қазір жазылу жүріп жатыр. Сол жерге барып жазылуларыңызға болады.
өздеріңіздің балаларыңыз бар, азаматтар бар, 11 жылдық мектептің оқушылары бар, ән айтам, құттықтаймын деп келіп отырған әншілер бар. Сол концертке берейік, концертті Талғат Жақыпов жүргізеді ағай. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум ардақ ағайын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Шапалақ ұрып қойықты бір қареке. Бәрекелді. Ал ағайын, әрине құттықтау сөздері жалғасады. Әлі бүгінгі тойдың барысында талай ақсақалдар үлкендеріміз құттықтай жатыр. Әзірше біздің Қорғалжын ауданынан шыққан танымал әнші Мұрат Мұхаммед келіп отыр. Қошеметтеп қойыңыздар. Әсем әнімен арнайы бүгінгі біздің ауылымыздың мерекелі тойына келіп отыр. Шапалақ қайда ағайын? Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Той құтты болсын. Жүрсем де намыс отын кеудеме жаққан, сай елімнің ұлдары аты менен затына мақтан. Бай мінезге мәрттікке батырлығы таусылмас дастан, ай нұрымен күн көзі жарқыратып шуағын шашқан. Жай отындай жарқылдап жол бастаған жарыста талай, тұлпарлар тарландар мәңгі ызырған алысқа қарай. Сөз бастаған даналар, ел басқарған ағалар мәңгі, көз тастаған баянды болашақ қарайлы таңды. Тойла қазақтың даласы, алға қазақтың баласы, жайна байрағы көгімде мәңгі, туған елді. Қас батырлар туыстап тұғырда төр жүрек төгішін, жас батырлар танытқан сандода да білек түнгішін. Нар қазақтың ұлдары жасай бер мәңгі, бар ғаламның алдында шарықтатып ән ұранымды. Тойла қазақтың даласы, алға қазақтың баласы, жайна байрағы көгімде мәңгі, туған елді. Бәрекелді қошеметтеріңіз Мұрат Мұхаммед арнайы бүгінгі іс-шараға. Ал енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, әрине бүгінгі біздің Амангелді ауылының мектеп оқушылары да бүгінгі дүбірлі тойға өз өнерлерін паш етпек. Ендеше мен ортаға Аяла би ансамблін шақырайын. Құрметті қонақтар, қарсы алыңыздар, қошеметтеріңізді білдірсеңіздер. Жас өнерпаздар, болашақ жұлдыздар, біздің ауылды үлкен азаматтары болатын Аяла тобы испан биімен қарсы алыңыздар.
шіркін-ай, браво, қошеметтеріңіз, Аяла би ансамблі. Жарайсыңдар айналайындар. Конкурстардың жеңімпазы атанып, бүгінгі тойымыздың шашбауын көтеріп, жақсы әнімен келіп отырған Имашев Диханды ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар. Мынау ортаға шығып билемдеушілер болса билеңіздер ағайын. Бүгін той, бүгін қуаныш. Ендеше жақсы көңілді әнмен Дихан, қошемет қайда ағайын. Құрметті қонақтар, мереке құтты болсын. Осында отырған барша қонақтарымыздың құрметіне ортамаша ән ортаға шығып билейік. Хей, кеттік, бәріміз бірге ортаға шығып билейік. Хей! Жастар, билейік, билейік. Бай! Аяулым көрмесем сағынған, сен менің жүрегімнің емесін, іздесем жанымнан табылған, сыйлаған бір сезімнің жылуын, еркелік күлімдеп қарауын, қыз жібек баянаңда сұлуын, бақытым аттатқан бағалым, өзің арнап әнді саламын, бағалым, бағалым, сендей жанды қайдан табамын. Сен бада мен серімін, еркемін, елесің жаныма сеп бола, махаббат кемесінің жүргегін құлатып алмай өтер қана. Мен үшін бақытқа жетелеуде жұлдыздай жайнаған жанарым, жанымнан алыстап кете көрме, ғашығым сүйіктім бағалым. Бағалым, өзің арнап әнді саламын, бағалым, бағалым, сендей жанды қайдан табамын. Көптен рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріміз осында отырған барша қонақтарымыздың құрметіне Астана елінен жалын сәлем, құрметті қонақтар сіздерге. Астананың қаулаңыздар, ортаға шығып көңіл көтеріп отырыңыздар. Достықтың ортасы, Астанам бас қала, елімнің ордасы. Болашақ өмірдің айқынды бағдары, белгетті бекіткен барыстың тұлғасын, өмірдің арнасы, өнердің саманы, үлгінің ордасы, білімнің қамалы. Арудағы қыраны қалқыған, тұстан жоғары, сенім қадалмасы, намыс
Көптен рахмет, тойларыңыз Көп рахмет. сәлем. Құрметті жерлестер, мынау күйгіз үй жақта жүрген жерлестердің, ағайын туыстардың бәрін сахнаға қарай жақындауын сұраймыз. Қазір ата баба аруақтарына бағыштап Құран оқимыз, сондықтан да сахнаға қарай барлықтарыңызды жақындауын сұраймыз. Оған дейін енді бір қысқа тілекке сөз бергіміз келіп отыр. Мына жерде енді тілек айтамын деуші кісілер көп, бірақ дегенмен де түстенген жол жүреді екен. Осы Тінәлі руын зерттеп жүрген зерттеуші ағамыз бар, жерлесіміз Оспанов Қаскен ағаға сөз берсек деген ойымыз бар, тойға арнап. Сахнаға қарай жақындасаңыздар, құрметті азаматтар. Жақыпов Омар ағамыз бар ма осы жерде? Жақыпов Омар ағамызды шақырамыз сахнаға. Жер жанаты жетісу жеріне барған уақытта Сарамен айтқанда өзім былай таныстырған екен. Сұрасаң арғатамды қуандықты, заманында қылған екен жуандықты. Аққошқар Сайдалының заманында бір көлден 40 мың жылқы суарыпты. Сұрасаң арғатамды Алтай қарпық, желіні құрады екен атпен тартып деп. Мінекей бүгін сол қарпықтың нәлісінен тараған балалар, ұрпақтар осы жерде мына Өркендеу елінде мекен еткен Дәулет атамыздың, Құттымбет атамыздың мінекей балалары отыр. Сондықтан мен осы кісілерді бүгінгі елеулі 80 жылдық тоймен құттықтап, дендері сау, бастары аман болып, әрқашанда мынау жас жеткіншектерді тәрбиелеп, елімізге үлеулі өз қосуына жақсы тілек білдіремін. Мына жерде отырған көп ақсақалдарды мен танимын. Мінекей Қабиден ағамыз отыр, Бопан ағамыз отыр, Шубабеков. Кезінде ел басқарған, директор болған, тағы да көптеген ақсақалдарды бәрін мен танып отырмын. Сондықтан барлықтарыңызға айтатым, той-тойға оласын, барлықтарыңызға денсаулықтарыңызға амандық, жаққан шамдарыңыз жарық болып, түтіндеріңіз түзу шықсын. Болашақ әрқашанда жарқын болып, Өркендеудің өрендері өркендей берсін. Рахмет, Құрметті ағайын туғандар, құрметті бауырлар, құрметті қонақтар. Осыдан 3 күн бұрын Оразғали деген бауырымыз біздің үйге телефон соғып, Омар аға, сіз мына Өркендеудің тумасы екенсіз. Сондай жігіттер айтып жатыр, осы тойға келіңіз деп. Бүкіл осы еліміз, жеріміздің атынан мынау осыны ұйымдастырған қазақта мақал бар, асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады деп, біздің немерелеріміз қатарлы жігіттер осыған мұрындық болып, осы тойды ұйымдастырып, өздерінің ақылымен, өздерінің даналығымен, өздерінің үлкен адамгершілігімен елін сүйіп, ата бабаларын сүйгендіктен осы тойды ұйымдастырған балалар Қанат, Сәкен, Айтан деген немерелерге бір жақсылап қол шапалақтап қойыңдаршы. Хабар екен, бір номер жіберейік, одан кейін дұға оқимыз немен. Өркендеудің 80 жылдығына тек қана мынау Астанадан келген азаматтар ғана емес, сондықтан жас жеткіншектер де арнау арнаған екен, шығарған екен. Өркендеудің 80 жылдығына арнау дейді. Мынау Түркияда өткен халықаралық конкурстардың жеңімпазы Амангелді орта мектебінің 8 сынып оқушысы Берекова Аяулым оқиды, және құтты болсын Өркендеу туған күнін өлеңін Бакыжанова Арайжан оқиды, 11 сынып оқушысы. Сіздер сахнаға шақырамыз, тезірек. Өркендеу 80 жылдығына арнау. Артып тұр өркендеуін бақ талабын, сондықтан
жолдан өлен селін ақтарамын, мен бүгін қуаныштан марқаямын, шашсасам сардалама жантаямын, даламыз алуан сипат түрге енді, ауылымыз күннен күнге гүлденеді, мол мұра өткен ұрпақ бабамыздан, көп шықты ұл адамдар даламыздан, шабытап 80 жылдың асқарынан, толқынды теңіз болып ақтарылам, жерінде үле байдың әні тасқан, басталғандарында қын құлтумадан, өркенде өстенде сындара туған, бір жүрек мың тілектен жаратылған, қара шаңырақ қасиетті құт мекенім, өз отаным әрқашан сайран құрған. Көп рахмет айолым, өнерің өрге өссін. Құтты болсын өркендеу туған күнің. Ауылым, сен менің көк аспанымсың, аспанымсың биік шындай асқарымсың, демеушімсің әр қашанда нәр алатын, өзің менен сезінемін жан рахатын. Жұлдызымсың төбемдегі төніп тұрған мөлдір судай, тұнып тұрған күн көзінде жап жарықсың күлімдеген, анамдайсың жылы ғана күнімдеген. Эх шіркін, ауыл деген жұмақ мекен, әр ақын өз ауылын жырлап өткен. Мен де сол ақындарға ілесіп ап, өзімнің ауылымды жырлап өтем. Мақтанам, ауылым мен бұл саялы, құшағында Кендархан жылаялы, өркендеуде тұрғанымда, еркелеп жер анамды марқаямын. Әрбір той мерекені қалчы бермес, нәсіппен берекені жиған елім, намысын биік қойып қолдан бермес, өркенде жасай бергін. Ынтымақты берекелі ауылымда, жүреді үлкен кіші амандасып, мына менің ауыл деген қауымымда, жүре берсін ағайындар сыйласып. Сенде өтті балғын тәтті балалықпен араласып шалалық, тарихы мол берекесі ұйыған, ауылымсың тасып толған даналық. Сүйемін аман келді ауылымды, жүздерінде шуақ толы қауымымды, мен мәңгі сүйіп өтем кен даламды, теңдесі жоқ, теңі жоқ ен даламды. Өркендеуім жете бергін мұратқа, сағынамын жүрсем сенен жырақта, сағынышым басылады бұл менің, құшағына қойып кетсем бірақта. Құтты болсын ауылым туған күнін, арналады бұл жиын саған бүгін, 80 жылдық тойына жыр арнайын. Құтты болсын тағы да думанды күн. Көп рахмет Райжан. Құрметті қауым, баршаңыз дегенде сахнаға қарай жиналуға сұраймыз. Өлі риза болмай, тірі баймайды дейді қазақ. Көпшілігіміздің ата-баба аруақтарымыз осы елдегі қорымдарда, сонымен қатар өңірлерде қорымдарда жатыр. Бүгінгі мақсатымызда дүбірлетіп той тойлау емес, осы аруақтарды еске алып, сол кісілердің рухына бір дұға бағыштасақ деген сияқты ойымыз бар. Сондықтан да мынау күресте, атта жүрген кигіз үйдің қасындағы азаматтардың бәрін сахнаға қарай шақырып, тізе бүгулерін сұраймыз. Осы аруақтарға бағыштап дұға оқу үшін біздің бүгінгі тойымызға арнайы Ақмола облысының өкіл имамы Қанат Қадырмен келіп отыр. Ендеше сол кісіні ортаға шақырайық, бәріміз дұғаға қатысайық. Жақындасаңыздар барлықтарыңыз, күрес жақтағылар, кигіз үйдегілер барлықтарыңыз. Бисмилла ва салату ва саламу аля расулилла саллаллаху алейхи ва саллам. Барлық мақтау Аллаға, пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Құрметті қауым, мынау 80 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Ел өсіп, өнуге нәсіп етсін. Алла Тағала береке бірліктеріңізден айырмасын. Жоғарыда ауылдың имамы айтып жатыр, осындай азаматтар ұйытқы болып, елде мешіт салып, имандылыққа, ізгілікке, дәстүрдің дамуына, үлкендердің қуануына үлкен ат салысып жүр дейді. Сондай азаматтарымыз иншалла көп болсын, олардың істеріне Алла Тағала береке берсін дейміз. Құранда мынандай бір аят бар: «Уәләу әмәну әхләл құра» дейді. Егерде бір қандай да бір елді мекеннің, ауылды мекендердің адамдары иман келтірген болса, «Ләфатахна бараката минас сама», аспан мен жерден біз оларға берекетімізді жаудыртамыз дейді. Ендеше қандай да бір елді мекеннің берекеге кенелуі, жақсылыққа қол жеткізуі, ұрпағының аман есен болуы, ол имандылыққа байланысты екен. Сондықтан да иншалла осы
айрандай ұйыған еліңізге Алла Тағала имандылық берсін, ізгілік берсін. Және міне альхамдулилля, Алла жаса санаулы күндерден кейін, дәлірек айтсақ, қазан айының 4 күні үлкен қуанышымыз, мұсылмандардың құрбан айты кел жатыр. Құрбан деген сөздің өзі жақындау деген сөзден шыққан. Сол өзінің сүйікті малын, жақсы малын Алла Тағаланың жолына шалу арқылы Алланың ризалығына жақындау дейді. Сондықтан да иншалла сол мереке алда келе жатқан құтты болып, барша шаңырақ Алла ризалығы үшін құрбан шалуға мүмкіншілік беруін Алла Тағала нәсіп етсін. Алла разы болсын. Мешіттеріңіз жамағатқа толып, ізгіліктің, Алланың ризалығын, халықтың рахметін алуды Алла Тағала нәсіп етсін. Алла разы болсын. Дұғаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.